Қайырлы күн достар. Бүгін біз үлкеннің де кішінің де жүрегін жаулайтын өте дәмді салат цицибели салатын дайындайтын боламыз. Біз салатымызға қажетті азық-түліктер бізге помидор, сәбіз, ащы бұрыш, тәтті бұрыш, чеснок және аскөк, тұз және шемішкі май қажет болады. Енді алдын ала жуып тазартылып, осылай 4 бөлікке бөлініп помидорларымызды тазалап аламыз. Помидорларымызды тазалап алғаннан кейін осылай ет тартқыштың көмегімен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Құрамына керек заттардың барлығын қазір описаниеға жазып қалдыратын боламын. Дәл осы менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Салаттарыңыз өте дәмді және күшті болып шығады. Осылай помидорларымыздың барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Мен бұл арада 4 килограммдай помидор қостым. Помидорымызды өткізіп болғаннан кейін ыдысымызға құйып, осылай газымызға қоямыз. Газымызға қойғаннан кейін жақсылап араластырып, бетін жауып, қайнағанша қойып қоямыз. Мінекей осылай жақсылап қайнайды. Қайнағаннан кейін үстіне шемішкі майымызды және 3 ас қасық тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Бір жақсылап қайнатқаннан кейін астын басып 20 минут қайнатамыз. Енді помидорымыз қайнап жатқанда тәтті бұрышымызды өткізе береміз. Осылай жақсылап жуып тазалап аламыз, дәнектерінен ажыратып. Тәтті бұрышымызды да осылай ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Тәтті бұрышымызды өткізіп болғаннан кейін қайнап жатқан помидорның үстіне құямыз. Біз жеке помидорды 20 минут қайнатып аламыз. Енді тәтті бұрышымызды қосып 20 минут қайнататын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сонда менің видеомды сіз алғашқылардың бірі болып көретін боласыз.
Араластырып тұруды ұмытпаймыз, асты жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан қақпағын жапқаннан кейін қайнап жатқан кезде бір 4-5 минут арасында уже араластырып тұруымыз қажет. Перецімізді салып жақсылап араластырып бір қайнатып астын басып қоямыз. Енді мен сәбізді, чеснокты және ащы бұрыштың барлығын бірге өткіздім. Өткізіп болғаннан кейін 20 минут өткеннен кейін апарып неге құямыз, салатымыздың үстіне құямыз. Бұл салатқа уксус қосылмайды. Тағы да 20 минут өткеннен кейін үстіне аскөгімізді салып, жақсылап араластырып, енді 1 сағат, мен 1,5 сағат қайнаттым. 1,5 сағат қайнатсаңыздар да болады. Осылай араластырып, бетін жауып, 1,5 сағат қайнатыңыздар. Осылай жақсылап қайнауы қажет, асты жабысып кетпесін, арасында араластырып тұрамыз. Аскөкті ұнатып қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Мінекей біздің салатымыз уже дайын болып қалды. Мен ровно 1,5 сағат қайнаттым. Біздің салатымыз дайын. Енді алдын ала тазалап, жуылып, банкімізді дайындап аламыз. Дайын болған банкіге салаттарымызды ыстық күйінде құйып жабатын боламыз. Менде 1 литрден осындай 4 банка шықты. Салаттың құрамын көбейтіп жасасаңыздар да болады. Банкімізге барлығын толтырып құйып шығып, закрывашканың көмегімен аузын жабамыз. Ыстық күйінде майлықтарымызға орап, суығанша бетін қалың қылып орап қоямыз. Біздің салатымыз дайын. Иісі өте күшті болып шықты, дәмі де өте керемет. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Дәл осы менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайды деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.